Самому надо определиться, мамбетский, чала-казах, блядь, калмыцкий, блядь, казахский, типа английский, типа русский, хуй поймешь, типа арабский, мой язык, блядь. Одним словом, мамбетский, блядь. Непонятный, блядь, неполноценный казахский, блядь. Русский язык больше знаю, чем, блядь, свой родной язык, блядь. Ну, я не знаю, богом данный язык. Потому что, блядь, ну, на самом деле казахский короткое замыкание, но он чистое короткое замыкание. Ну, а, блядь, и походу по жизни я родился в СССР. Все понятно, да? Ну, все знают в настоящее время. Так, по чести мне надо освобождаться, блядь. Нет, не имею права ни за кого говорить, только за тех, кто в действительности имеет право мне что-то сказать. Таким образом, я только за них скажу, блядь. Ербулан Жиздихан, бәріне мұғалім, Құдайға мұғалім. Менің көзімде мұғалім. Дұрыс, бәр жағынан мұғалім. Дұрыс, әке. Индира дұрыс санаушы, Құдайға санаушы, маған санаушы, менің көзімде санаушы. Байланыспен санаушы. Әпкем дұрыс ана, 5 баласы бар. 4 қызы, 1 ұлы. Не, Жиздихан. 4 қызы бар Жиздиханда, 1 ұлы бар. Абзал Жиздихан күзетші, Құдайға күзетші. Құдай деген сөз аузынан түспейді. Қалай болса солай. Қалай хабарласам, қалайсың десем, абзал Құдай деп әр кезде сөйтіп айтып тұрады. Бәріне күзетші, өзіне күзетші, балаларына кәдімгідей тірек бәр жағынан. Дұрыс, әке. Мөлдір сөйлеуші, өзінше дұрыс сөйлеуші. Сүйікті апайым біраз ауырады енді, сол үшін өзінше. Енді піштеген кішкене кезде білмеймін қандай ауру. Соны енді жындылар. Мен туғандарым бүкіл бәрі жындылар. Серікхан батыр, бәріне батыр, Құдайға да батыр. Раушан түсінуші, бәріне түсінуші, Құдайға да түсінуші. Шайтан жоқ, Раушан. Ержан Баскесер, балалар үшін айта алмаймын, кешіріңдер. Дәлелдейсіңдер, сол кезде мен айтамын. Құдайға тәубә, Құдайға шүкір, Құдайға рахмет. Аумин. Бостандық. Аумин.